Қайырлы күн, құрметті көрермендер, және де бүгінгі достық арнасының құрметті қонақтары, қош келдіңіздер. Бүгін мектебімізде ерекше сәт болды, маңызды шара болды. Өскелең ұрпаққа жауапкершілікпен, батылдықты, отансүйгіштікпен, адамгершілікті дәріптейтін жас құтқарушылар сыныбының ашылу салтанаты керемет деңгейде өтті. Қош келдіңіздер. Бүгінгі өзіміздің достық арнасына келген қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Аудан әкімінің орынбасары Галиев Ерлан Ерсайынұлы. Қош келдіңіз. Және Достық ауылының әкімі Төлеу Әбубәкір Қамбарұлы. Және де мектебіміздің директоры Айкөркем Серғазина. Сіздер қош келдіңіз арнамызға. Бүгінгі өткен шарамыздан қандай әсер алдыңыздар, сол жайлы айтып кетсеңіздер. Қысқа Ерсайынұлы. Жақсы, қайырлы күн, құрметті көрермен. Ең алдымен осы бүгінгі ашылып жатқан жас құтқарушылар сыныбы, бұл мақсаты балаларды патриоттық сезімге тәрбиелеу. Екіншіден бұл тәртіпке шақырады. Үшіншіден енді өзіңіз білесіз, соңғы жылдары үлкен топан су келді, жаңағыдай су тасқыны болды. Осы жағдайларда біздер өзіміздің облысымызда, соның ішінде ауданымызда, ауылымызда деп айтайық, осыған нағыз кәсіби мамандардың тапшы екенін біздер өзіміз жетті. Сондықтан да бүгінгі таңда біздер балаларымызға кәсіби бағдар беруде осындай сыныптарды ашып, балалардың болашақта осы мамандықты таңдауына біздер осы өз септігін тигізеді деген ойдамын. Сол. Енді құтқарушы болу үшін оқушының бойында ең басты қандай қасиет болу қажет деп ойлайсыз? Ең алдымен адамның бойында адамгершілік қасиет болу керек. Ол жаңағы батырлықтан бұрын ең алдымен адамға деген жаңағыдай жанашырлық, адамгершіліктен тұрады. Бауыржан Момышұлы ағамыздың үлкен бір жақсы сөзі бар, ерлік туралы. Енді жалпы құтқарушы болудың өзі бір ерлік қой. Ол айтады, ерлік бұл табиғаттың берген сыйы емес дейді. Бұл нағыз әскери тәртіптің жемісі. Одан кейін адамзаттың барлық асыл қасиетімен жігерленіп, өз басыңды саналы түрде қауіп-қатерге тігу дейді. Қалай керемет айтылған сөздер. Шын мәнінде құтқарушында ең алдымен сол бүкіл адамзаттың асыл қасиетімен жігерленіп, өз басын жаңағыдай қауіп-қатерге тігетін азамат. Міне, ең алдымен осы адамзаттың бүкіл асыл қасиеті бойында болу керек деген сөзді ойдамын. Әбубәкір Қамбарұлы, сізге бір кішкене сұрақ қояйын. Бұл жас оқушылардың біздің ауылымызға қандай көмегі тиюі мүмкін алдағы уақытта? Енді қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті осы жиынға қатысушылар. Ашылып отқан сынып, бұл деген осы Достық ауылындағы тағы да басқа осы ауылда көрші елді мекендерде біздердің қасымызда бар. Осы Достық округына қарасты Шуашын елді мекендерінде барлығына қажетті кабинет енді. Бірақ енді бізде енді көбісі деген ол деген үлкен апат жағдайларда енді мамандандырылған мамандар келіп көмектеседі, бірақ бірінші очередте соны көріп қалатын, мысалы бір құттай от шыққанның өзі, мына дала өрті болсын, табиғи бір далада шөп жанып отқанның өзінде уже бастамасы содан басталып, үлкен апаттың несі. Содан бастап уже адам оқушылар соны көріп үйреніп жүрсе, мұнда деген сабағын алып, соны уже алдын ала ғой деп ойлаймын. Әрине енді бізде деген Шуашин ауылында да осы құтқарған азамат балдар бар. Бізде өзімізде судан құтқарған түйкен ол да бар. Мысалы ол деген ол мен ерлік жасаймын деп ол жер іздеп барған жоқ, бірақ аяқ астында сондай мәліметте батырлығын алып, балдарды құтқарып алған жағдайлар орын алып жатыр ғой. Соны енді мінекей Достық ауылында, мысалы қазір деген Вайсева Алтынайдың баласы, Қайраттың ағаның балдары мына төтенше жағдай оқуында олар оқып жатыр. Мына Көкшетауда жаңа сұрадық қой, Көкшетауда сол үлкен оқу орындарында білімдерін алып жатыр студент олар. Енді осы кабинет одан да өзінің жұмысын жалғастырып, септігін тигізсін деймін. Өткенде мына көктемгі су тасқыны кездерінде де осы оқушы балдарымыз бар, осы ауылдың түлектері бар, басқа ауылдың жастары бар, бәрі келіп көмегін көрсетіп жатады ғой әрдайым.
істеріңізге сәттілік. апат айтып келмейді, иә, кез келген жағдайда оқушылар дайын болу керек, және де ауыл тұрғындар дайын болу керек, дұрыс айтасыз. Енді наурыз мерекесіне орай осы арнамызға немесе ауылымызға, мектебімізге қандай тілектеріңіз бар? Наурыз мерекесіне орай тілектеріңіз болса? Ең алдыменен мынау керемет бастама. Достық арнасы деп мектептің ішінде осындай шағын студия ашудың өзі бұл ертең осы жерге өзіміздің осы оқушыларымыз әртүрлі жаңағы спорт жарыстардан не болмаса білім сайыстарынан осы жеңімпаздары бар, қатысушылары бар, осы жерге келіп сұхбаттар беретін болса, бұл адамның, баланың ашылуына жаңағыдай үлкен жаңағыдай халықтың алдына келгенде еркін сөйлеуіне бір септігін беретін дүние. Бұл өте жақсы. Сондықтан осы арнамды қадамына нұр бітсін деген бірінші тілек білдіремін. Екінші, енді осы ұжым, мектептің ұжымы бар, қалай берді осы достық ауылының тұрғындарына мына келе жатқан әз наурыз мерекеміз тек қана әрбір шаңыраққа құт, береке келсін деймін. Әрбір осы мектептің шәкіртінің, ұстазының, ауыл тұрғындарының көңілдерінде тек қана жыр, кеуделерінде нұр болып, әрқашанда осындай жақсы игі бастамаларменен елімізді, халқымызды қуантып, болашақ біздің өсіп келе жатқан ұрпақтарымызға жол аша берейік деген пікір білдіремін. Рахмет. Осы кезге дейін бірнеше сұхбаттарымыз болды, бірақ енді біздің Айкөркем Серғазиевнадан сұхбат алмаған едік әлде. Енді осы достық арнасының бастауына басшы болған, бізге септігін тигізген, демеушілік еткен, барлық жағынан көмектескен, бізге ақыл берген, бағыт берген Айкөркем Серғазиевна, сізге көп рахмет. Сіздің айтарыңыз болса, бұл арнаға және де бүгінгі жас құтқарушылар сыныбының ашылуына да себепкерсіз, сізде қолдау білдірген қай жағынан да. Сіз бір сөз айтып жіберсеңіз. Құрметті достық арнасының ұйымы, осы біріншіден өздері ұсыныс айтқасын, мен осындай ашайық себебі балалардан сұхбат аламыз, келген қонақтарға сұхбат аламыз дегесін, олардың ұсыныстарын мен қолдадым. Өте жақсы бастама, жақсы жүріп жатыр. Осындай ашамын деген, жұмыс жасаймын деген жастар көп болса, біздің мектептің болашағы әлі де жарқын болатынына сенемін. Енді баршаңызды достың ұлы күні әз наурыз мерекесімен құттықтаймын, денсаулық тілеймін, бәрі де жақсы болсын. Осы әз наурызбен бірге қасиетті Рамазан айымен бірге мектебімізде үлкен жаңалық болып жатыр ғой. Мектепте жаңағы жас құтқарушылар үйін ашылып жатыр. Құтқарушы деген ол ерлік, білек дейміз, жүректе деген сөз бар ғой. Жүрек деген сөз ол ақыл, қайрат, білім барлығы тоғысқан кезде жүрек нағыз нұрланады. Осындай ұл қыздарымыз көп болсын. Осы жас құтқарушы сыныбына құрамындағы ұлдарға, қыздарға қарап мектебімізде бой түзейтін оқушыларымыз көп болып, елімізге, мектебімізге қызмет ететін азамат пен азаматшаларымыз көп болсын деп тілеймін. Көп рахмет. Бүгін енді шағын сұхбатымыз келіп тұрғаннан кейін аяқ астынан сізге де осы төрттен орын табылып жатыр екен. Алыстан ат тілеп келіп жатқаннан кейін сіздерге уақыттарыңыз сізге рахмет. Осындай бастамаңызға оның бәрі осы шағын дүниелердің бәрі де ол балалар үшін тәрбие, үлкен тәрбие. Тіпті осы экранның алдына шығу біз үшін де оңай емес. Кез келген адам үшін де, соның ішінде балалар үшін ол өздерін мәдениет сөйлеуге, өзін мәдениет ұстауға, көп нәрсеге тәрбиелейтін дүние ол. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, бүгінгі болған шағын сұхбатымыз қабыл алыңыздар. Алдағы уақытта керемет сұхбаттарыңызды күтіңіздер.